Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Көптен бері осы тақырыптағы видеолар болмады. Қазір ойынды бір рет көрсетіп, қандай өзгерістер бар екенін айтып өтейін. Біз қазір жүгіріп келе жатырмыз. Тиын жинау керек, және де жол-жөнекей есептерді шығару керек. Есептерді дұрыс шығарсақ, басымыз өседі, қате шығарсақ, басымыз кішірейіп кетеді. Мысалы, қазір қате қақпадан өтіп көрейін, бас кішірейіп кетті болғаннан да. Қандай қиындықтар болды, неге ұзақ болды деп сұрасаңыздар, бастапқыда бұл есептердің барлығы қолдан жазылып беріліп отырды. Яғни мен өзім бүкіл әр нысанға, әр тақтаға жеке-жеке өзім сол есептерді жазып отырдым. Бірақ адам осы ойында бір рет емес, бірнеше рет ойнағысы келуі мүмкін ғой. Ал есептер қайталанатын болса, ол қызықсыз болады. Сондықтан есептердің өздігінен генерацияланатын ұйымдастыру керек болды. Сол мәселе біраз уақыт алды. Енді адам жиі қателесетін болса, онда оның басы толығымен кішірейіп, ол жоқ болып кетеді де, сонымен ойын аяқталады. Қазір соны көрейік. Егер соңына дейін, міне осындай ойын енді әрлеуі қалды, бірнеше деңгей ұйымдастыру қалды. Содан кейін бұйыртса осы видеоның атауын тексеретін боламыз. Рахмет.